Дәл осы 3D құрағын әртүрлі жолақтардан құраудың ең оңай тәсілін көрсетемін. Және достар, жаңа туындыларымды жіберіп алмау үшін лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып, өз достарыңызбен бөлісе отыруды ұмытпаңыздар. Мендегі маталардың реті осы. Қолдағы бар матаның өзін үнемді пайдалану мақсатында сіздермен бір керемет әдіспен бөлісемін. Видеоға мұқият болыңыздар. Ең алдымен таңдап алған барлық маталарымызды 5 сантиметрлік жолақтарға бөліп аламыз. Сызғышымның жалпақтығы 5 сантиметр, дәл осылай барлығын сызып аламын. Матамызды видеода көрсетілгендей 2 бүктеп, бетпе-бет келтіріп, қазір инемен сызықтары келетіндей етіп түйреп аламыз. Видеоға мұқият болсаңыздар, барлығы түсінікті болады деген ойдамын. Енді осы инемен түйреп шыққан жерді тігіп аламыз. Бұл жерде мен тігісті жиі тігіспен тігіп шықтым. Міне енді аударып, мінекей қарап отырсаңыздар, бір жағынан, оң жағынан да, сол жағынан да бір полоска шығып тұр. Енді осыны айналдыра қиып шығамыз. Дәл осы құраққа қолданылатын барлық түстерді дәл осы бағытта дайындап алсаңыз болады. Кейін түс үйлесімділігіне қарай қоямыз да бірін-біріне қосып аламыз. Мінекей қандай ұзын жолақ шықты бізде. Дәл осы әдісті тағы бір көрсетіп жіберейін. Бір түсті матадан барлығы түсінікті болу үшін. Мінекей сызып алдық. Бірін-біріне бетпе-бет келтіріп, екі жақ шетінен шығарамыз бір жолақты. Кейін инемен жолақтардың сызығын келтіре отырып түйреп алып, тігіп шығамыз. Барлық түстерді дәл осы әдіспен дайындап алып, түс үйлесімділігіне қарай осылай бірін-біріне жалғап шығамыз. Барлық жолақтарымызды қосып алған болсақ, енді ең жауапты сәт ол үтіктеу. Матаңыз қалың болатын болса, тігістерін қақ жарып үтіктеген дұрыс. Менікіндей жұқа мата болатын болса, осы өң жағынан ығыстырып, бір жағына қарай үтіктеп шықсаңыздар болады. Әзірге менің дайындаған жолақтарым 6 түстен 6,5 метр шықты. Енді осы дайындап алған жолақтарымыздың ені қанша шығады, соған 1 сантиметр қосып, осылай бөліп шығатын боламыз қазір. Менде мына жолақтарым 25 сантиметр, оған 1 сантиметр қосып, 26-дан өлшеп, міне осылай тік төртбұрыштерді қиып аламыз. Достар, менің жасап жатқан жұмысым ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, өз достарыңызбен бөлісіп, алдағы уақытта жаңа туындыларым жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басуға ұмытпаңыздар. Енді дайындап алған осындай 2 тік төртбұрышымызды бірін-біріне бетпе-бет қойып, мінекей мына видеоға мұқият болыңыздар. Мінекей жоғары жағынан 1 сантиметрді өлшейміз. Қарама-қарсы бетінен дәл солай 1 сантиметр белгілеп алып, 2 тік төртбұрыш бетпе-бет жату үшін тігістерін келтіре отырып, инемен түйреп аламыз. Мінекей, 2 шетінен және ортасынан бір түйресек жеткілікті болады. Және
Мінекей, осы екі белгілеп алған нүктені қосып сызамыз. Мінекей. Міне, видеоға мұқият болсаңыздар, барлығы түсінікті деген ойдамын. Енді дәл осы сызықтың екі жақ шетінен 5 сантиметрден тағы бір жол сызып аламыз. Ол бізге не үшін керек? Қазір бірінші сызған сызықтың екі жақ шетіндегі сызықты тігіс жүргіземіз, тең ортасындағы сызықпен қиятын боламыз. Мінекей, қарама-қарсы бетіндегін дәл солай сызып аламыз. Енді машинаға салып тігеміз. Осы диагоналды сызық болғандықтан екі жағын ұстап отырып, созылып кетпейтіндей етіп тігеміз. Мінекей. Барлық детальдерімізді дәл осылай дайындап алып, үтікпен жақсылап тұрып бір үтіктеп аламыз. Мінекей, қазір әртүрлі варианттарды осылай қойып көреміз. Мінекей, бұл менде үшінші тәсіл, 4 түрлі тәсіл ойластырдым. Енді сіздер өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай әртүрлі бағытта қоюға болады. Мінекей, мынау 4-ші тәсілмен толық жинап шығатын боламын қазір. Жалпы достар, өте әдемі шығатын құрақ түрі, оңай құралу жолымен бөлістім. Еңбегімді бағалап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Жалпы бастапқыда дайындаған жолақтарымның ұзындығы 6,5 метр болды, одан 24 деталь дайындадым.
Осы детальдерден дайындалған өнімнің көлемі 1/40-95 сантиметр. Қажетті өлшемге келетін диеті барлық детальдеріңізді дәл осы бағытта дайындап алып, өзіңізге ұнаған тәсілде жинап төсек жапқыш немесе балаларға көрпе жасағанға өте ыңғайлы құрақ түрі. Осы соңғы тәсілмен бірін-біріне біріктіріп қосып шығатын боламын. Мінекей алдымен осылай, кейін өзара осы 4 жолақты қосып шығамын. Сіздерге пайдалы бола алдым деген ойдамын. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі видеоларымда кездескенше.